Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода мен сіздерге Future Perfect, яғни аяқталған келер шақ тақырыбын түсіндіремін. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Аяқталған келер шақ болашақта белгілі мерзімге дейін анық аяқталып қоятын іс-әрекеттерді айтқанда қолданылады. Енді мысал келтіріп көрейік. They will have finished by 4 o'clock. Олар сағат 4-ке дейін аяқтап қояды. Яғни бұл жерде белгілі уақыт сағат 4-ке дейін деліп тұр. Олар аяқтап қояды. Анық аяқталып тұрған іс-әрекетті айтып тұр. Ал енді жасалу формаларына тоқталайық. Болымды сөйлемге тоқталамыз. Бірінші subject, содан соң will көмекші етістігі, содан соң have көмекші етістігі, содан соң verb-тің үшінші формасы, немесе ed жалғаймыз. Мына кестеге назар аударатын болсақ, will көмекші етістігі барлық жақта еш өзгеріссіз қозғалады. I, you, he, she, it, we, you, they барлығында will болып қолданылады. Ал енді сұраулы сөйлемнің жасалу жолына келетін болсақ, will көмекші етістігі зат есімнің алдына шығып кетеді, содан соң have, содан соң verb-тің үшінші жағы, немесе ed жалғауын жалғаймыз. Ал соңына сұрақ белгісін қоюды ұмытпаймыз. Ал енді мына кестеге назар аударайық. Will I have played? Will you have played? Сол сияқты барлық жақта мысалдар келтірілген. Келесі болымсыз сөйлемнің жасалу жолына тоқталамыз. Subject, зат есім қосылған will көмекші етістігі, содан соң not қолданылады, және have, содан соң verb-тің үшінші формасы, немесе ed жалғауын жалғаймыз. Ал енді келесі кестеге назар аударайық. Бұл кестеде болымсыз сөйлемге мысалдар берілген. I won't have played. Мен ойнап болмаймын. You won't have played. Сен ойнап болмайсың. Сол сияқты барлық жақта мысалдар көрсетіліп шыққан. Will not толық нұсқасы болып табылады. Оны won't деп қысқартып жазсақ та болады. Екеуі де бір мағынаны білдіреді. Осымен достар, бүгінгі сабақ аяқталды. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Сонымен қатар, менің Instagram парақшама жазылып қоюды ұмытпаңыз. Сол кезде сіздің парақшаңыздан жоғалып кетпейтін боламын.